Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ментай балығын клярда дайындайтын боламыз. Мен ментай балығын арнайы тазартылған, қылқансыз түрін таңдап алдым. Оны өзіңіздің қалаңыздағы кез келген супермаркеттерден таба аласыз. Міне осындай кішкентай ғана бөліктерге бөліп, ыдысқа саламыз. Балықтарды тұздаймыз және жақсылап тұрып араластырамыз. 10 минут алып қоямыз. Оған дейін біз клярын дайындайтын боламыз. Ыдысқа 2 жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып, венчикпен араластырамыз. Содан соң тұз және де қара бұрыш қосамыз. Екі ас қасық майонез қосып, жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Содан соң міндетті түрде илегіштен өткізілген ұнды қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Клярымыз осындай консистенцияда шығады. Енді балығымызды осы клярға салып шығамыз барлығын. Содан соң араластырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін табада майымыз қыздырамыз. Содан соң вилканың көмегімен балығымыздың барлығын салып шығамыз. Және де қызарғанша екі жағынан барлығын қуырып шығамыз. Осындай әдемі түске енеді. Міне осымен біздің ментай балығымыз дайын болды. Қонақ шақырғанда дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Егер ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.